қауым. Ақ тілекті бастамастан бұрын кіммен амандасып үлгердім, кіммен амандасып үлгермедім, бір сәлемімді салып қояйын сіздерге. Бүгінгі кешті бізбен бірге өткізуге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін үлкен рахмет айтқым келеді. Папа, менді 26 жаста екінші папаң болады десе бұрында сенбеуші едім. Бірақ та қазір осы жанұяға келгелі бері 26 жасымда мамам пайда болды, 26 жасымда папам пайда болды. Екінші, бүгінгі келіп жеткен төл мерекеңіз, сіздің жекеменшік мерекеңіз, туған күніңіз құтты болсын. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Негізі мен келіп болып түскен кезде бәрі маған өте жақсы жанұяға келіп болдым деп көп адам сөз айтқан болатын. Жақсы жанұя ол ең біріншіден әке шешеден басталады, ата ападан басталады. Жақсы семья болғаны осы кісілердің арқасында. Негізі өте қуаныштымын осындай әулетке, осындай семьяға келіп болып түскен үшін. Я выиграла эту жизнь, деп айтсам болады. Туған күніңіз құтты болсын. Шын жүректен бар жақсылықты тілеймін. Деніңіз сау болсын, ең бастысы. Өйткені бірінші байлық денсаулық дейді. Деніңіз сау болса, одан да көп белестерге, одан да көп жетістіктерге жетесіз деген үміттемін. Қазақта өте жақсы сөз бар. Әке асқар тау, ана мөлдір бұлақ, бала жанындағы құрақ дейді. Құрметті қонақтар, асқар тау әкелеріміз, мөлдір бұлақ аналарымыз, және де біз жанындағы құрақтары аман болайық, бар болайық, бай болайық. Тек қана осындай жақсы отырыстарда, өте жақсы көңіл күймен кездесіп, сыйласып жүре берейік. Той құтты болсын. Рахмет. Баракетті болып чағалар болсын. Айына келдіңіз. Атанылу.